Ютуберлер, блогерлер, көрермендер, амансыздар ма? Мына дом, міне, мына жерде айтайын деген мына қарды көріп тұрсыздар ма? Қар. Міне қарға тек қана бір соқпақ жол салынған. Яғни мына жердің негізі айналасы үлкен, бірақ тек қана бір жол салған, бір көлік сияқты. Міне мына домның алды да сол. Мына шеті сәл тек кеңдеу. Ана жерлер не көріп тұрсыздар, бір көлік сияды. Ол жерге екі көлік сия алмайды. Алдыңнан бір көлік келсе, өзі тұруға мәжбүр болады. Ал ана домның алды, ана лада тұрған жер, ол жер кең қылып ашқан, ол жерге екі көлік сияды. Айтайын дегенім, мына біздің домның алдына, міне алдын көріп тұрсыздар, бір ғана соқпақ жол, тек ысырып кеткен, бір көлік сияды, бір машина, екі машина қатар сыймайды. Негізі бұл жер кең жер, міне жоғарыдан көрініп тұр. Кең жер, бұл жерге қатар екі машина свободный сияды. Енді бұл жерге айтайын дегенім, ол әңгіме машинада емес қой. Мына домда негізі инвалидтер тұрады. Бұл инвалидтерге берілген үй. Яғни осы үйдің айналасын қарын тазаламаған. Міне өткенде скорый келді, мен скорый келгенде қараңғы еді, мен түсіре алмай қалдым. Скорый сыймады, яғни мына домда тұратын, мында нексиясын қояды, сол кезде скорый бұлай өте алмай қалады. Яғни бір машина тұрса, жол жабылып қалады. Қапталына сыймайды ғой машина айналып өтуге. Сол себепті бұл жергілікті билікке мен түсінбейтінім, неге тазаламайды, неге қашпайды мына қапталды. Қарын, міне ар жаққа неге көрініп тұрған болса, міне сол тек қана бір соқпақ жол ашқанда кеткен, бір машина сияды. Ол неге осылай қылатынын мен еш түсінбеймін. Техникалар бар ғой, қанша новый тракторлер, новый грейдерлер бар, мысалы үшін. Бірақ соны айтсаң тыңдамайды. Мен қанша айттым, мысалы үшін осыны тазалаңызшы деп трактористің өзіне де айттым. Сельский әкімге де айттым, біреу балаға. Еш тыңдамайды. Енді масқара ғой мына құрсын, мына қарашы, міне қары алынбаған. Техникасы бар ғой, бұл қардың жатқанда қанша уақыт болды? Уже бір ай болды, бір айдан бері осы. Күнде жапса екен, енді түсінікті күнде қар жауып жатса. Тазалап үлгере алмаймыз деп ақталатын еді олар. Енді мынау масқара ғой, міне. Декабрьде басқан қар міне әлі жатыр, міне. Қазір январдың уже аяғы болайын деп тұр. Январдың неше, 22-сі ма, 23-і ма бүгін. Масқара құрсын, осындай жағдай. Мына қар енді көктемге дейін жатады енді осылай. Тазалап тастауға болады ғой. Адам қолымен тазалау мүмкін емес. Қолменен күрек алып тазалау, жолдың шенін ашу мүмкін емес. Міне көріп тұрсыздар, қанша ұзын жер бұл. Осындай тәртіпсіздіктер дым көп, осындай жауапсыздықтар, осындай жауапсыз басшылар қосын, не деген масқара. Мына инвалидтер тұратын үй ғой, мына енді инвалидтерге жағдай жасау керек қой қосын. Айтатын сөзді қалмады бұларға, айтып мен шаршадым. Совсем масқара енді қосын. Масқара.